Саламатсыздар ма? 8-ші сынып оқушылары геометрия пәні бойынша 1-тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Оқушылар 1-ші тапсырмасында былай делінген: суретте ABCD ромб берілген, бұрыш BCA табыңыз. Мінекей оқушылар, BCA-ны табамыз. Жалпы оқушылар, ромб дегеніміз барлық қабырғалары тең төрт бұрыштың түрі. Мінекей осында диагонал жүргізетін болсақ, осы диагоналдар тік бұрыш жасап қиылсады, яғни перпендикуляр болып қиылсады. Мұнда мінекей 74 градус делінген, ал мына бұрыш бізде 180 азайтылған 74-тің мәні, яғни 106-ға тең болады. Мына бұрыш бізде жазыңқы бұрышты береді. Сонда мына бұрыш 106-ға тең болатын болса, мына бұрыш та 106-ға тең болады, ал мына бұрышты табу үшін 180-нен азайтамыз 106-ны, сонда 74 болады. Ал енді оқушылар, мына бұрыш бізде 74 болатын болса, соның жартысы 37 болады. Өйткені бізде мына диагоналдар қиылысқан кезде 90 градус жасап қиылысады, және осы диагоналдар осы бұрыштарға бисектриса болады. Сонда 74 болатын болса, мына бұрыштың жартысы 37 болады екен. Демек, бізде дұрыс жауап болады екен. Келесі екінші есепте ABCD трапециясының табандары 10 см және 6 см. Мінекей бізде трапеция берілген, кіші табаны 6 см, үлкен табаны 10 см-ге тең. Табандарына параллель жүргізілген түзулер бүйрік қабырғасын тең бөліктерге бөледі. Трапецияның бүйрік қабырғаларымен шектелген кесінділер ұзындықтарын табыңыз. Яғни оқушылар, мына кесінділердің ұзындықтарын табамыз. Осыларды біз кесіндердің аттарын жазып қойық: EF, KL және MN деп алайық. Енді оқушылар, мінекей осы суретке қарап есептің берілген жазып аламыз. Бізде ABCD тең бүйірлі трапеция. Мұндағы BC жаңа айттық 6 см-ге тең, AD 10 см-ге тең. Бізге табу керек EF-ті, KL-ді және MN-ді. Оқушылар, ең алдымен осы жердегі KL-ді табамыз. KL-ді табу үшін оқушылар, осы трапецияның орта сызығы болып тұр. Трапецияның орта сызығын табу үшін табандарын қосып 2-ге бөлеміз. Сонда біз AD мен BC-ны қосамыз және 2-ге бөлеміз. AD 10 см, BC 6 см, бөлеміз 2-ге, тең болады 8 см-ге. Енді оқушылар, мына бізде 8 см болды. Енді осыны пайдаланып EF-ті табайық. EF-ті табу үшін оқушылар, мінекей мұнда мынау K, B, C, L трапеция пайда болды. Мынау мінекей осының EF орта сызығы болды. Демек, мына екі табандарын қосып 2-ге бөліп табамыз. Сонда EF-ті табу үшін KL мен BC-ны қосамыз және 2-ге бөлеміз. KL 8 см, BC 6 см, бөлеміз 2-ге. Сонда 14-ті 2-ге бөлетін болсақ 7 см болады. Енді MN-ді табамыз. MN-ді табу үшін мінекей мынау кесіндіні табамыз. Ол үшін мінекей AKLD деген трапеция пайда болды. AD мен KL-ді қосып 2-ге бөлеміз. Мына бізде жаңа 7 см болды. KL мен AD-ны қосамыз, бөлеміз 2-ге. KL бізде 8 см, қосамыз AD 10 см, бөлеміз 2-ге. 18-ді 2-ге бөлсек 9 см болады екен. Сонда оқушылар, мінекей 6, 7, 8, 9, 10 см болды. Сонда жауабы 7 см, 8 см және 9 см.
Енді келесі үшінші есепте қабырғалардың қатынасы 3, 5, 7 болатын үшбұрыштың периметрі 60 сантиметрге тең, төбелері берілген үшбұрыштың қабырғаларының орталарында орналасқан үшбұрыштың қабырғалары мен периметрін табыңыз. Оқушылар, бізге АБС үшбұрышы берілген, периметрі 60 сантиметрге тең, ал қабырғаларының ұзындықтары қандай да бір санға қысқарып 3, 5, 7 қатынасына тең болып тұр екені бізге табу керек. А1, Б1-ді, яғни осылардың тура қабырғаларының ортасынан пайда болған үшбұрыштың қабырғаларын және периметрін табу керек. Мінекі оқушылар, А1, Б1, С1 деп алайық. Осы А1, Б1, С1-дің үшбұрыштың периметрін табамыз және А1, Б1-ді, Б1, С1-ді және А1, С1-ді табамыз. Ол үшін оқушылар, ең алдымен қандай да бір санға қысқарған ғой, сол санды таба алайық. Ол үшін 3х қосылған 5х қосылған 7х тең болады 60-ға. Қосамыз, сонда 15х болады, тең болады 60-ға. Х-ті табу үшін 60-ты 15-ке бөлеміз, ол тең болады 4-ке. Енді осы 4-ті 3, 5, 7 сандарына жеке-жеке көбейтіп шығарайық. Мысалға оқушылар, АБ-ның ұзындығы тең болады 3х-ке, 3-ті көбейтеміз 4-ке, тең болады 12-ге. Сол сияқты ВС-ның ұзындығы тең болады 4х-ке, 4-ті көбейтеміз 4-ке, тең болады 16-ға. Ал енді АС-ның ұзындығы тең болады 7х-ке, тең болады 7 көбейтілген 4, ол тең болады 28-ге. Оқушылар, мұнда 5х-де 5, мұнда 5, мұнда 20. Сонда 20-ға қосамыз 12-ні, 32 болады. Оған қосамыз 28-ді, сонда мінекей периметрі 60-ға тең болды. Енді оқушылар, мінекей бізде орта сызығы пайда болды. Мұнда орта сызық, мұнда да орта сызық, мұнда да орта сызығы. Орта сызығы осы үшбұрыштың табанына параллель және оның жарысына тең болады. Демек біз 12-ні бөлеміз 2-ге. Былай жасақ болады. В1, С1 тең болады. В1, С1 орта сызығы АВ-ның жартысы. АВ бөлінген 2 тең болады 12, бөлінген 2 тең болады 6-ға. Ал енді А1, Б1 тең болады асы бөлінген 2-ге. Асы бізде 28-ге тең болды, бөлеміз 2-ге, тең болады 14-ге. Ал енді келесі А1, С1. Оқушылар, сендер өздерің қалаған әріптерді жазсаңдар болады. Мысалға Д, Е, Ф деп алсаңдар болады. А1, С1-ді табу үшін БС-ны бөлеміз 2-ге. БС бізде 20-ға тең болды, бөлдік 2-ге, сонда А1, С1 10-ға тең болды екен. Сонда оқушылар, қабырғалардың ұзындықтары 6, 14 және 10 болды. Енді периметрін табайық. Периметрін табу үшін осы қабырғаларының ұзындығын қосамыз. Он төртке қосамыз 6-ны, қосамыз 10-ды, тең болады 30-ға. Сонда оқушылар, қабырғалардың ұзындықтары 6, 14, 10, ал периметрі 30
сантиметр немесе метр деп алсақ болады, бірақ бізде өлшем бірлікке сантиметр деп берген еді. Мінекей сантиметр деп алайық. Ал енді оқушылар, төртінші тапсырмада берілген сурет бойынша трапецияның периметрін табыңыз. Оқушылар, мінекей берілгені бойынша ABCD тең бүйірлі трапеция. Мұндағы мінекей AB 14-ке тең, яғни үлкен табаны 14-ке тең, кіші табаны 8-ге тең екен. Бізге осы тең бүйірлі трапецияның периметрін табу керек екен. Оқушылар, өздерің білесіңдер, периметр табу үшін барлық қабырғаларын қосамыз. Яғни AD-ны, DC-ны, CV және AV-ны қосамыз. Бізге белгілі, AV белгілі, DC белгілі. Енді AD мен CV-ны табуымыз керек. Оқушылар, мұнда мінекей 120 градус берілген екен. Егер мұнда 120 болатын болса, мына бұрыш бізде 60 градусқа тең болады. Жалпы ішкі бұрыштарының қосындысы 360-ға тең болу керек. Мұнда 120, мұнда 60 болады екен. Енді осы D төбесінен табанына перпендикуляр түсіреміз, яғни биіктік түсіреміз. Және мұнда да S төбесінен табанына биіктік түсірейік. Мұнда E, мұнда F деп алайық. Сонда оқушылар, AE мен FB-ны тауып алайық. AE тең болады. AE емес, оқушылар, DE. DE тең болады CF-ке. Ал енді мұнда AE мен FB-ны табамыз дедіге. AE тең болады FB-ға. Оны табу үшін оқушылар 14-тен азайтамыз 8-ді және 2-ге бөлеміз. Мына EF бізде DC-ға тең, ал мұндағы мынау 14-пен 8-ді азайтып 2-ге бөлген кезде мәнге тең. Сонда біз AE-ны табу үшін AB-дан азайтамыз DC-ны бөлеміз 2-ге. AB 14-ке тең, DC 8-ге тең, бөлеміз 2-ге, сонда 6, 3 болады екен. Енді оқушылар, мынау аралық бізде 3-ке тең болды. Мына бұрыш бізде жаңа 60 градусқа тең болды дедік. Мына мінекей тік бұрыш болып тұр, 90 градус болып тұр. Жалпына 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180-ге тең. Енді мынау аралық бізде 60 болса, мына бізде 30 болады. 60, 90, 30 болатын болса, тік бұрышты 3 бұрыштың 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жарысына тең деген ережеміз бар. Сонда бізде AD тең болады 2AE-ге. Мұнда 2-ні көбейтеміз, 3-ке тең болады 6-ға. Сонда оқушылар, бізде AD мен CB тең, яғни ол AD тең болады CB-ға, тең болады 6-ға. Енді барлық қабырғалардың мәні шықты. Енді периметрін табайық. AD-ның орнына 6-ны қоямыз, DC-ның орнына 8-ді, CB-ның орнына 6-ны, AD-ның орнына, AB-ның орнына 14-ті қоямыз. Барлығын қосамыз, 20, 30, 34 болады. Сонда оқушылар, периметрі 34-ке тең болады екен. Оқушылар, 5-ші тапсырмада былай делінген. Периметрі 84 сантиметрге тең ABCD параллелограммның В-доғал бұрышының бисектрисасы AD қабырғасын К нүктесіне қияды. KD-ның AK-ға қатынасы 1-дің 3-ке қатынасы. Оның қабырғаларын табыңыз. Оқушылар, мінекей есептің берілгені бойынша ABCD параллелограмм. Мұндағы осы параллелограммның периметрі 84 сантиметрге тең. BK мінекей AD қабырғасына бисектриса болып түседі.
мұндағы КД-ның АК-ға қатынасы 1/3-ке қатынасында. Табу керек бізге АВ-ны, ВС-ны, СД-ны және АД-ны. Ал енді оқушылар, мұнда мінекей АК мен КД-ны қосқан кезде АД-ның мәні шығады. АД тең болады ВС-ға. Өздерің білесіңдер, параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Ол тең болады мінекей 1 мен 3-тің қатынасына дедік, яғни 1х қосылған 3х-ке тең болады 4х-ке. Қатынас деген сөз қандай да бір санға қысқарған кездегі мәні. Енді мұнда мінекей АВ мен СД белгісіз. Оқушылар, мынау екі параллель түсу деп ойлайық. Оны үшінші қиюшымен қиған кезде ішкі айқыш бұрыштары тең болады. Мінекей мына бұрыш пен мына бұрыш тең болады. Мұнда жазып аламыз. Бұрыш СВК тең болады бұрыш ВКА-ға. Ал енді оқушылар, мына бізде бисектриса болғандықтан бұрышты қаққа бөлінеді. Сонда мына бұрыш пен мына бұрыш екеуі тең болып тұр ғой. Сонда бізде 3 бұрыш болып тұр. 3 бұрыш АВК болып тұр. Содағы 2 бұрышы тең болатын болса, демек бізде 3 бұрыш АВК тең бүйірлі болып тұр. Енді оқушылар, тең бүйірлі болатын болса, АК-ның мәні қаншаға тең болса, АВ-ның мәні де соған тең болады. Сонда АК тең болады АВ-ға. Ол тең болады мінекей АК бізде 3-ке тең, яғни қандай да бір санға қысқарған 3х деп аламыз. Енді осы фигураның периметрін табу үшін 2-ні көбейтеміз ұзындығы мен енінің қосындысына. Енді мұндағы ұзындықтың орнына 4х-ті қоямыз, ал енінің орнына 3х-ті қоямыз. 4х қосылған 3х тең болады 84-ке. Мұндағы мәнді аламыз. Енді осы жерден теңде құрдық. Сонда 4-ке қосамыз 3х-ті, 7х болады. 2 көбейтсек 14х болады. Тең болады 84-ке. Х-ті табу үшін 84-ті 14-ке бөлеміз. Сонда ол тең болады 6-ға. Енді оқушылар, орын апарып қойық. АД мен ВС тең болды. Ол тең болды 4х-ке. 4-ті көбейтеміз. 6-ға тең болады 24-ке. Ал мұнда мінекей АВ мен СД тең. АВ тең болады СД-ға. АВ-ны біз 3х деп алдық. 3 көбейтілген х орнына 6-ны қоямыз, тең болады 18-ге. Сонда оқушылар, қабырғалары 24 және 18. Оқушылар, сонымен өздерін көріп отырғандай 5 тапсырма берілген. Егер осы 5 тапсырманың ішіндегі түсінбеген есептерін болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Ал егер менің каналыма жаңадан қосылған болсаңдар, каналға жазылыңдар, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Жалпы оқушылар, геометриядан бөлек менің каналымда алгебра және физика пәндерінің сабақтары және БЖБ талдау, ТЖБ талдау сабақтары бар. Соларды каналға кіріп қарасаңдар болады. Сау болыңдар.